Қайырлы күн, балалар. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен керемет сабақ өтеміз. Тақырыбы балалық шақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты эссе құрылымымен танысып, оның бөлімдерін сақтай отырып, берілген тақырыпты сипаттап жазамыз. Балалар, балалық шақ әрбір адам үшін ең қымбат, ең қадірлі кезең. Себебі ол кезде бәрі жаңа, бәрі басқаша. Ең алғашқы сезім, ең алғашқы әсер адамның жадында мәңгі қалады. Өкінішке орай бүгінде көп балалар өзінің бақытты балалық шағын ғаламторға матап, виртуалды әлемде өмір сүреді. Тек ойындар ойнайды. Ондай балалар өскен кезде өзінің өткен өмірінде естеліктерін қалай еске түсіреді екен? Балалық шақ туралы фильмдер өте көп. Соның бірі «Менің атым Қожа». «Менің атым Қожа» фильмін көргенсіздер ме? Көрмесеңіздер, көруге кеңес беремін. Онда Қожа өзін өзі тәрбиелеу үшін, барынша жақсы адам болу үшін, өзін тезге салып тәрбиелейді. Сондай-ақ 6 жасар алпамыстың білімге деген ынтығы, оның қамқорлығы, оның мейірімділігі балалық кезеңдердегі ең әдемі сәттердің бірі ретінде суреттеледі. Ал өзінің балалық шағы туралы көлемді шығарма жазған атақты даңқты қолбасшы батыр Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген шығармасымен таныссыз ба? Сонда жазушы мына бір естеліктерді әдемілеп бізге келтіреді екен. Сонымен кішкене таныс болыңыздар. Бала жүрегі, бала көңілі. Бала ойы алғашқы көргенін, алғашқы сезінгенін, алғашқы тұшынғанын қаз қалпында, тұнық күйінде болмысына үйітіп алады да, сол қалпында сақтай біледі. Біздің кейде өткенді еске алсақ, тұтас тұлға іздеп, бүтін бір жүйелі оқиға іздеп, кесек-кесек кереметтер іздеп, ерекше мән беріп қарайтынымыз бар. Дәл осы өлшем балғын кезге келе бермейді екен. Бала қиялы ол көргендерін көлемді ой түйіп жатпайды. Қайта үзік-үзік үміттің өзінен рахат сезімге бөлене береді. Дәл қазір менің көз алдымда сонау сәби кездегі қызық пен қуаныштың елестері түйдек-түйдек жаңғырып, жанымды жай таптырмай отыр. Көзге ыстық көне суреттерді қайта қарағандай, соның бір-екеуін келтіре кетейін. Міне, Үбиян әпкем үлкен үйден шықты да қазан басына бет алды. Мен оны көре сала борсаңдап, сүріне қабына еркелей жүгірем. Әпкем аяғымды жерге тигізбей қағып алып аспанға көтереді. Мен сықылықтай берем. Әпкем биікке мені бой сөздіріп мәз болады. Сонан соң ол кенет ет бауыры елжіреп, мені камзолының омырауына ашып, қойнына жасырып алады да жүгіре жөнеледі. Бауыр құшағы қандай ыстық еді шіркін. Енді бірде ортаншы әпкем Әлиман мені ойнатып жүріп, үйдің ескі құсқысынан дөңгелек қора жасады. Сол қораға еліктіріп әкеп, қамап, аузын ермен бекіткені бар. Өзі көрші қыздармен кетіпті. Содан қоршаудан шыға алмай, жалғыз өзім бақыра беріппін. Бұл азаптан жеңгем келіп құтқарып, әй жаман қыз-ай деп әпкемді жазғырып, мені әлдилеп еді. Көпке дейін ортаншы әпкемді жек көріп жүрдім. Көрдіңдер ме, балалар? Балалық шақтағы бауырмашылдық сезім, бір-бірімізге деген жақсы ниеттер осы кезден бастап қалыптасады екен. Сол үшін онды мәнді, мағыналы өткізуге барынша тырысуымыз керек. Ал біздің өміріміз тек ұялы телефонмен немесе ғаламтормен байланып өтетін болса, онда өткен шақтардан еске алатын дым таппай кеудеміз қуыс кеуделікке ұшырайды. Сосын өмірден мән таппаған бейбақтай күн кешетініміз рас. Балалар, енді сабағымыздың екінші мақсатына тоқталайық. Эссе дегеніміз өзінше толғап, өз көзқарасын дәлелдеп, өзіндік қолтаңбасы көрінетін жанр. Балалар, эссе деген шығарма жазу емес. Бұл жерде сен өзіңнің көрген өмірлік түйіндеулеріңді жазасың, өзіңнің көзқарасыңды жазасың, өзіңнің ойыңды ашық білдіресің. Эссе шынайылығымен ерекше. Сондықтан эссе жазу кезінде біреудің дүниесін көшіруді, немесе
біреудің дайын жұмысын қолдануды қою керек. Себебі сендер болашақта осы эссемен көп жұмыс жүргізетін боласыңдар. Алдағы уақытта жұмысқа қабылдансаңдар да, немесе басқа қалаға оқуға, шетелге оқуға баратын болсаңдар да, сендерден ең бірінші осы эссені талап ететін болады. Сондықтан қазіргі уақыттан бастап эссенің құрылымын дұрыс түсініп, ол бойынша жазуды үйреніңдер. Эссе кіріспе негізгі бөлім қорытындыдан тұрады. Бүгін біз сендермен сипаттамалық эссенің мақсаты туралы өтетін боламыз. Сипаттамалық эссенің мақсаты адамның, жердің, заттың бейнесін сипаттау болып табылады. Енді балалар, мен сендерге жазған 5 сынып оқушылары деген сипаттамалық эссемді ұсынамын. Кіріспе бөлім қалай болу керек? Кіріспе бөлімде мен жалпы жұмысқа кіріспес бұрын 5 сынып оқушылары туралы қысқаша мәлімет беріп, эссемді бастаймын. Мәселен, 5 сынып оқушылары мен сабақ беретін сыныптар ішіндегі ең белсендісі. Олар бастауыш сыныптан бір апайының тәрбиесінде болып, қазір әр пән бойынша әртүрлі мұғалімдерден сабақ алып жатыр. 5 сынып оқушылары қандай деген сауал қойылатын болса, мен былай жауап берер едім. Кіріспе бөлім аяқталды. Яғни мен жалпылама шолу жасадым. Енді негізгі бөлімде олар қандай деп мен оларға сипаттама беретін боламын. Бірінші абзац. 5 сынып оқушылары білімге құмар, берілген тапсырманың үдесінен шығуға тырысатын сынып. Оларға бір нәрсені айта қалсаң шу-шу етсе де, тапсырманы орындайды. Арасында жалқауларына көз жұма қарап, өтірік баға қоя салатын кездерімде болады. Екінші абзац. Екіншіден, олар сұрақ қоюға шебер. Білмеген дүниесін сұрай береді. Жеке кездесуге көп шақырады. Тіпті араларында кішкене мылжыңдаулары да бар. Енді осы қандай деген сұраққа жауап бергендіктен, мен жалпы ойымды қорытындылаймын. Мен 5 сынып оқушыларына сабақ бергенді шынын ұнатамын. Себебі олармен бірге өзім де көп нәрсе үйреніп жатырмын. Шіркін, мектепке барып, барлығын бір құшақтасам ғой деп армандап жүрмін. Осымен эссемді тәмамдаймын. Қарап тұрсаңыздар балалар, бұл эссе өзінің шынайылығымен қымбат. Және мен өзімнің көрген білгенімді қағаз бетіне түсіріп отырмын. Балалар, осыған сәйкес, мынандай оқу тапсырмасын орындайық. Балалық шағым тақырыбында кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерді сақтай отырып, сипаттау эссесін жазыңдар. Сөз саны 50 болсын. Балалар, балалық шақтың баянды өтуі өз қолдарыңызда екенін ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.